Көк сәуле жобасы қастандық теориясы ма, әлде болашақтың шынайы сұлбасы ма? 1994 жылы канадалық журналист Серж Монас бұл жобаны алғаш рет жария етті. Оның айтуынша, НАСА мен Біріккен ұлттар ұйымына бағынышты құрылымдар адамзатты жаңа әлемдік тәртіпке бағындыру мақсатында құпия жоспар әзірлеген. Көк сәуле жобасы 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең – діндердің беделін түсіру үшін қолдан жасалған археологиялық жаңалықтар тарату. Екінші кезең – аспанда голограмма арқылы түрлі жалған құтқарушылар мен пайғамбарларды көрсету. Үшінші кезең – адам миына тікелей дыбыс жіберетін технологияны қолдану. Төртінші кезең – жасанды дағдарыстар мен хаос арқылы жаһандық басқаруға көшу. Бұл деректер ешқашан ресми түрде расталмаған. Алайда Серж Монас күмәнді жағдайда қайтыс болды. Бүгінгі күні голография, нейротехнология және жасанды интеллект қарқынды дамып жатқан заманда бұл теория жай ғана қиял емес шығар деген ой туындайды. Бұл шындыққа жанаса ма, әлде фантастика ғана ма?